Ризықты іздеу керек екен. Жатуға болмайды. Тағдырыма бәрі жазылып қойған, ақша өзі келе береді. Жоқ, ақша ешқашан келмейді саған. Сен оны Расулым не деп жатыр? Талап етесің. Талап деген мақсат бұл жерде іздейсің оны. Сәлем баршаңызға. Дәл қазір сіздермен көп затты қажет етпейтін кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға бір бокал, кіші бокалмен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Солай аптақ болғанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқа мен қанттың үстінен сүтімізді құйып аламыз. Сұйық май құямыз. Бір бокал. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқышты салып аламыз үстінен. Осыны массаға салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыз дайын. Дәл осылай кондитерский мешокқа құйып алдым. Басын қырқып жібереміз. Осылай құямыз ыдыстарымызға. Капкейктің ыдыстарына болмаса, капкейктің формасы болса, формаға құйсаңыздар болады. Бәрін құйып алдық. Менде осындай белый шоколад бар. Үстіне қойып шығамын. Қойсаңыз да, қоймасаңыз да болады. Өз қалауыңыз. Енді пешке 30 минутқа пісіріп аламыз.